Сәлеметсіздер. Бүгін сіздерге артық төленіп кеткен салықтарыңызды банктегі шоттарыңызға қалай қайтаруға болатындығын көрсетемін. Бірінші біз лицевой шотқа кіреміз. Кабинет салық кезет порталына өткен кезде 103-101 коды бойынша мен 300 теңге артық төлем төлеп қойыппын. Осыны банктегі шотыма қайтарамын. Налоговые заявление дегенге өтемін. Ол жерден зачеты и возвраты деген бөлімнен біріншісін таңдаймын. Зачет, возврат дегенді. Окей, батырмасын басам. Бірден 3-ке дейінгі қатар бұл автоматты түрде сіздің данныйларыңыз толтырылып тұрады. 4-ші қатарда сіз ошибочно уплаченная сумма дегенді таңдайсыз. Возврат қайтаратын болсаңыз. 6-шы строкаға тиіспейміз. 7-ші раздел бойынша біз банковский реквизиттерімізді, яғни қайтаратын салық бойынша шотымызды енгіземіз. Өзіміздің жеке шотымызды. Және код банка дегеннен бірінші біз банктың атауын таңдап аламыз. Мен Каспий банктегі шотыма қайтарамын қаражатымды. Выбрать. Банктың атауы автоматты түрде шығады. Номер счета дейді. Кезет шотымызды толтырамыз. Және паспорт удостоверениеміздің данныйын толтырамыз. Қай күні берілгенін соны толтырамыз. Және қай органдан берілгенін толтырамыз. Менде МВД РК. Одан соң екінші бетіне өтеміз. Екінші бетінде код органы таңдаймыз. Қай кірістер басқармасына тіркелген. Енді 4-ші строка бойынша толтырамыз бірінші бетін. Бірінші бетінде код бюджетный классификация дейді. Осы жерге сіз қай кодтағы қаржы сомаңызды қайтарасыз, соны жазасыз. Енді әлеуметтік салық 103-101 коды бойынша сумма налога сомасын жазамыз. Екінші бетіне өтеміз. Бин органа государственных доходов дейді. Сіз қай ауылдық округке қарайсыз, соны таңдайтын боласыз. Одан соң 6-шы строкаға тиіспейміз, 7-ші строканы толтыратын боламыз. Бұл жерде де дәл солай. Әлеуметтік салықты таңдаймыз. Және С қатарына сомасын жазамыз. Енді тексеретін боламыз. Проверить. Ошибок нет деп тұр. Осылай біз отправить ОГД деп өзіміздің налоговый заявлениемізді жіберетін боламыз. Мінекей, сіз осы заявлениені жіберген соң, осы данныйлар бойынша автоматически жаңағы кірістер басқармасына өтеді деп айтылып тұр. Окей. ЭЦП кілтімізді таңдап, қол қойып жіберетін боламыз. Паролін енгіземіз. Отправка успешно завершена. Енді 1-2 аптаның ішінде сіздің сомаңыз өзіңіз көрсеткен банктегі шотыңызға түсетін болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп өтіңіз.